негізгі жер бетіндегі мына карталар искажаться етеді, яғни плоский түрі ол созылған түрі. Мысалы Ресей оңтүстікке қарай кішірейеді, ал солтүстікке қарай, яғни екі жақтағы нүктеге қарай континенттер созылып белгіленген. Мысалы қазір Қазақстанды алсақ, Қазақстан ортада орналасқан, бірақ солтүстікке қарай апаратын болсақ, осылай созылады. Тіпті Европадағы біраз елдер Қазақстанның ішіне сыйып кететінін көріп отырмыз. Франция, Германия, Британия, Индия почти полный Қазақстанмен бірдей. Американың жартысы Қазақстан, Канаданың үштен бірі дейікші, жартысы емес. Канаданың үштен бірі Қазақстан. Мысалы. Өзбекстанды көрейік. Өзбекстан бізде орталықта кішкентай болғанымен, бұның өзі Европадағы Германия, Франциялармен бірдей, тіпті Ұлыбританияның, Нидерланды, Ирландиялармен бірдей. Африкада енді кішірейеді. Бірақ оның өзі Біріккен Араб Әмірліктерінен үлкен. Тіпті Қырғызстанның өзі Біріккен Араб Әмірліктерінен қайда үлкен. Оңтүстік Кореямен бірдей, Сібірге қарай апарсақ үлкейеді. Бұдан біз нені көреміз? 2D плоский тақташада көрсетілген карталар шынайы масштабты бермейтінін көруге болады. Себебі олар созылып көрсетілген. Қазақстан Біріккен Араб Әмірліктерімен Сауд Арабиясынан үлкен десек те болады, бірдей десек те болады. Европаның біраз елдері бізге кіріп кетеді. Ұлыбританияда қайда қалып кетеді. Американың жартысынан көбін алып жатыр біздің территориямыз. Канаданың үштен бірі немесе екіден бірі. Канада енді бұл дұрыс, Канаданың екіден бірі екенбіз ғой почти. Канада Россияның почти тең жартысы екен. Америка өзі қызық орналасқан. Ортасын Канада бөліп тұр Американың. Жалпы негізі Америка бұл. Канада барлығы бірі ғой. Меніңше, мен солай өзім көрем. Бразилия Африканың почти екіден бірі. Сауд Арабия, бүкіл Израиль, Ирак, Иран, Африка кіріп кетеді. Бразилияға. Және Россияның екіден бірі немесе үштен бірі жарайды. Бүкіл Европа сыйып кетеді Бразилияға. Біріккен Араб Әмірліктері осындай кішкентай, бірақ бұның өзі солтүстікке қарай немесе оңтүстік нүктеге жақындататын болсақ, әжептәуір үлкейеді. Бірақ орталықтарда бұл кішкентай. Мынау Сауд Арабиясы, бұл Европаның екі елі.
территориясымен бірдей, Қазақстанның тең жартысымен бірдей десек болады. Австралияның 1/3 десек болады. Жалпы Қазақстан Австралияның 2/1, тіпті Антарктиданың 2/1 тоже. Мына қалай созылып искажаться ететінін түсіндіңіздер деп ойлаймын. Бұл да негізі бір теориядан туындаған ізденіс ғылым деп ойлаймын өзім.